Саламатсыздар ма? Табиғатты аяла жас өлкетанушылар республикалық форумының жасыл идея зерттеу жобалар байқауына ұсынып отырған жобамның тақырыбы экобизнес, тағам қалдықтарын тиімді пайдалану. Өзімді таныстыра кетсем, Құрманғазы ауданы Гагарин атындағы жалпы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Шарапи Гүлназ. Мақсатым тағам қалдықтарын қайта өңдеудің тиімді технологиясын әзірлеу және алынған органикалық тыңайтқыштардың сапасын бағалау, олардың бизнес жасау жоспарын ұсыну. Міндетім тағам қалдықтарының құрамын реттеу, әр әдістің тиімділігін салыстыру және алынған тыңайтқыштардың қышқылдығы мен қоректік құрамын анықтау. Өндірістік масштабта өнім өндірудің бизнес жоспарын құру. Қазіргі таңда тағам қалдықтары әлемдік проблема. Оның ішінде Қазақстанда алатын болсақ, Қазақстанда жыл сайын 1,5 миллион тонна тағам қалдықтары шығарылады. Олар ауаға зиянды газ бөледі және топырақты ластайды, оған қоса жағымсыз иіс шығарады. Тағам қалдықтары ыдырау барысында метан мен көмір қышқыл газын бөліп, қоршаған ортаға зияны тигізеді. Бірақ шын мәнінде олардың құрамында өсімдіктерге қажетті заттар бар. Тағам қалдықтарын қайта өңдеу мәселесіне тоқталсақ, Қазақстандағы жағдай, Оралда инвестиция мен биоконверсиялау жобасын жүзеге асырып жатыр. Халықаралық тәжірибе. Пәкістанда компостау арқылы органикалық калий тыңайтқышы өндіріледі. Бұл жобаны мен бастамас бұрын тағам қалдықтарының құрамын зерттеп алдым. Тағам қалдық түрлеріне банан, жұмыртқа, картоп қабығын және нан қалдықтарын алдым. Олардың құрамында кальций, калий, крахмал көмірсулар бар екенін анықтадым. Тыңайтқыштар алу әдістеріне тоқталар болсам, бірінші әдіс банан қабығынан тыңайтқыш жасау. Бірінші, банан қабығын ұсақтап турап, оған 300 грамм су мен қантты араластырамыз. Онан кейін ашыту процесіне жібереміз. Ашыту процесі 7-10 күн аралығында жүреді. Дайын болған тыңайтқышымызды сүзіп және су араластырып өсімдіктерге құямыз. Екінші әдіс, жұмыртқа қабығынан тыңайтқыш. Жұмыртқаның сыртын жақсылап жуып, оның ішіндегі ақ қабықты алып тастаймыз және оны жақсылап кептіріп ұнтақтаймыз. Ұнтақтағаннан кейін оны топыраққа қосып қолдана берсек болады. Жұмыртқа қабығында кальций, магний көп болады. Жұмыртқа қабығы топырақтың қышқылдығын азайтады. Үшінші әдіс, картоп қабығынан компосттау. Қабық пен топырақты қабаттау және ылғалды ұстау. 30-40 күнге қалдыру. Дайын болған компостты қолдану. 30-40 күннен кейін қараңғы ұнтақталған топыраққа ұқсас компост пайда болады. Оның нәтижесі, яғни тамыр жүйесін нығайтады және өсімдіктің өсуін жылдамдатады. Төртінші әдіс, наннан ашытқылы тыңайтқыш алу. Қалдық нанды майдалап, су құйып және ашытқы қосып араластырып 3-5 күнге тұндыру. Топыраққа әсері топырақтың қышқылдығын азайтады. Ал өсімдікке әсері өсімдік иммунитетін күшейтеді, тамыр жүйесін дамытады және өнімділікті арттырады. Бесінші әдіс, сүзбенің көк суын тыңайтқыш ретінде пайдалану. Сүтті ұйылтып, көк суын бөліп аламыз және қолдану әдістері. Сумен сұйылту, яғни 1 стақан көк суға 5 стақан суды араластырып, егістікке шашу. Тұқымдарды малу, яғни жаңағы көк суға 5-10 минут тұқымдарды малу. Нәтижелердің салыстырмалы талдауы. Ең тез дайындалатыны нан ашытқысы 4 күн, ал орташа банан тыңайтқышы 8 күн, ал ең баяуы компост 35 күн. Банан қабығы тыңайтқышы гүлдену мен жеміс алу әсерін береді. Жұмыртқа ұнтағы топырақтың қышқылдығын бейтараптайды. Компост топырақ құрылымын жақсартады. Бақылау нәтижелері жапырақ өсімі, сабақ өсімі және гүлдену өсімінің жақсартылғанын көрсетеді. Бұл жоба қалдықтарды ақшаға айналдыруға негізделген бизнес модель. Шикізат көздерін қайдан аламыз? Шикізат көздерін асханалардан, мейрамханалардан, супермаркеттерден, одан қалды үй қалдықтарынан ала аламыз. Оларды біз жинап, сұрыптап,
өңдеп, ашытып, кептіріп, қаптап, тұтынушыларға ұсынамыз. Өнім түрлері мен бағалары. Өнім түрлеріне мен атаулар бердім. Био банана, Эккал био, Эковек компост, Гроубет актив, Көксу био. Бұл жерде құрамы, көлеміне байланысты бағалары және қаржылық жоспарға келетін болсақ, қаржылық жоспар бастапқы шығындары, біз блендер алдық, қаптама алдық, контейнерлер алдық. Жалпы шығын 38.000 теңге болды. Және біздің айлық табысымыз банан тыңайтқышынан біз 20 литр саттық десек 24.000 теңге. Барлық айлық табыс 60.000 теңге. Жаңағы айлық табыстан бастапқы шығындарды алып тастағаны өзінде біз жақсы пайда көреміз. Осы орайда мен дайын өнімдерімді ұсынамын. Міне, жаңағы бұл көксу тыңайтқышы. Біз оған атауын және қолданылуын жаздық. Банан тыңайтқышы, нан ашытқы тыңайтқышына да атын және қолданылуын жаздық. Жұмыртқа қабығының тыңайтқышы. Қайта өңдеудің негізгі артықшылықтары. Біріншісі экологиялық таза өнімдер. Екіншісі топырақ құнарлығын арттыру. Үшінші экобизнес. Тағам қалдықтарынан алынған тыңайтқыштарды фермерлерге, бағбандарға және гүл өсірушілерге сатуға болады. Осылайша біз қалдықтарды азайтып, табиғатты қорғап, онымен қоса пайдалы өнімдерді ала аламыз. Сөзімді қорытындылай келе, тағам қалдықтарын қайта өңдеу экологиялық мәселелердің тиімді шешімі деп есептеймін. Болашақта бұл жобаны кеңейтіп, өндірістік деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік бар.